Құрма. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Бүгінгі видеода құрма жайлы, құрманың құпиясы, оның қандай пайдасы бар, зияны да бар ма, сол жайлы толық ақпарат беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таң қаларлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтаған. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтатындықтан қанының құрамындағы қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылатындықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттан әлсіреген жандарға да өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді. Құрмада көптеген дәрумендер мен минералды заттар бар. Олар жасұныққа, яғни клетчаткаға, майға және ақуыздарға бай. Құрмада минералды заттардан натрий, калий, кальций, магний, темір, күкірт, фосфор және хлор бар. Сонымен қатар құрманың дәнінде А дәрумені, бета-каротин, В1, В2, В3 және В6 дәрумендері бар. Жүкті әйелдің ағзасына және жалпы адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер беретіндігіне бірнеше мысал келтіре кетейін. Құрма қанттан құралғандықтан өте нәрлі, ол ағзада тез таралады. Қант шырыны жүйке жүйені тыныштандырады. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы, себебі 2,2% ақуыздан тұрады. Сондай-ақ А, В1 және В2 дәрумендеріне бай. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады. А дәрумені көз бұлшық еттерін жақсартады, сүйек және тісті қатайтады. В1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді. Құрманың нәрлілігі тұқымдағы адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Мысалы, жүкті және бала емізетін әйелдерге ең қажетті зат фолий қышқылы. Бұл қышқыл ағзадағы жаңа жасушаның түзілуіне қатысушы маңызды дәрумен. Амин қышқылы жасуша жаңару кезіндегі ағзадағы түзуші жабдық болып табылады. Жүктілік кезінде бұл қышқылға деген қажеттілік 2 есе артады. В9 жетіспеген кезде ағзадағы эритроциттердің мөлшері көбейеді, алайда олардың құрылымдық белсенділігі төмендейді де қан аздыққа апарады. Сондай-ақ бұл қышқыл жасушаның бөлінуі кезінде және де жасушаның құрылуы кезінде әрі нәрестенің анасының жатырында дамуы кезінде ана ағзасы осы қышқылға мұқтаж болады. Ал құрма В9, яғни фолиевая кислота дәруменіне өте бай. Жүктілік кезінде көптеген әйелдердің біраз уақыт жүректері айнып және де физиологиялық өзгерістерде жүреді. Нәтижесінде ағзаға калий жетіспеушілігі басталады. Осы кезде жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеуі тиіс. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді.
Мұнымен қоса, ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны да қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады, сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Жас құрма теріге оң ықпал етеді. Жүктілікпен күнге күйеуден түскен дақтарды кетіреді. Тамақ ауруына да жөтелгеде өте пайдалы. Құрма асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының профилактикасы үшін пайдалану қажет. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданады. Жемісін ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жынысты қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Құрманы жуу керек пе? Құрманың балғындығы ұзақ уақыт сақтау үшін жемістерді кептіреді. Осылайша жеміс әрі тәтті, әрі пайдалы болады. Кейбір өндірушілер өнеркәсіптік кептіру тәсіліне жүгініп, жемістерді арнайы пештерде кептіріп алады да қант шәрбатына малып алады. Осылайша құрмалар тегіс әрі жылтыр болып шығады. Ал сақтау мерзімі ұзағырақ болу үшін түрлі консерванттармен өңдейді. Өңдеудің кез келген тәсілінде қаптау мен тасымалдау кезінде құрма қабығын аршымайды. Сондықтан құрманы жеместен бұрын міндетті түрде жууыңыз қажет. Себебі жеміс бетіндегі қосындыларды шайып тастау қажет. Бірақ жемістер дәмі мен пайдасын жоймауы үшін оларды дұрыс жуған маңызды. Құрманы қалай жуу керек? Ең бастысы, құрманы ыстық сумен жууға болмайды. Қатты қайнаған судан құрма сырты жарылып, мәйеге пісіп кетеді. Сатып алынған құрмаларды мұқият таңдау керек. Өйткені қаптамада бұзылған жемістер де кездеседі. Салқын су құйылған ыдыс пен сүзгіш дайындаңыз. Кептірілген жемістерді аз-аздан жылдам жуыңыз. Ал жылтыр жемістерді әбден жуу керек, өйткені қабығында ас балауызы өте көп. Жуылған жемістерді қағаз сүлгіге төгіп, үстін сондай сүлгімен жабыңыз. Кепкен жеміс сүйектерін алып тастап, арнайы контейнерге салып қойыңыз. Осылайша дәмі тіл үйіретін тәтті жеміс көпке дейін дастарханыңыздан орын алмақ. Достар, осымен бүгінгі пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Егер де видео ұнаса, қазақша контентті қолдау мақсатында лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.